Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сүзбелі пирог дайындамақшымын. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға қант саламыз, кейін қопсытқыш салып барлығын араластырып аламыз. Және де бөлме температурасындағы сары майды қосып, песочный тестінің қамырын дайындағандай қылып, барлығын біріктіріп, яғни теркмен, егер май қатты болса, теркмен жасайсыздар. Негізі осылай жұмсақ болса, осылай қолмен барлығын біріктіріп аласыздар. Кейін 2 дана жұмыртқаның тек сарысын саламыз, және де 15-20% қаймақ салып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа демалдыруға жібереміз. Қамырымыз демалғанға дейін салмасын дайындаймыз. Бізге ол үшін сүзбе қажет, және сүзбемізге қант қосамыз. 1 дана жұмыртқа қосып, барлығын блендермен біркелкі қылып еземіз. Бізге қажетті барлық ингредиенттердің төменде описанияға жазып қалдырдым. Міне бізде біркелкі болып барлығын езіп алдық. Енді жаңағы қамырымызды 24 немесе 26 диаметрлік формаға теп-тегіс қылып астына орналастырамыз. Кейін үстіне осылай алмамызды турап, жұқа қылып турайсыздар да, осылай үстіне жайғастырасыздар. Енді манағы алдын ала дайындап қойған сүзбелі салмамызды осы алманың үстіне теп-тегіс қылып жайғастырып шығамыз. Егер видео ұнап жатса, менің арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте жеңіл әрі тез дайындалады. Енді алдын ала қыздырылған пешке пирогымызды салып аламыз, беті қызарғанша. Әзірге біздің пирогымыз піскенге дейін меренгі дайындаймыз, яғни 100 грамм ақуызға 200 грамм қант саламыз. Қанттың барлығын бірден салмаймыз. Осылай бөліп салатын боламыз. Ең басты біздің білуіміз қажетті нәрсе бұл ыдысымыз таза болу керек. Құп-құрғақ, тап-таза болу керек. Сонда сіздерде жаңағы меренгілеріңіз жақсы шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің меренгіміз формасын жақсы ұстап тұр. Және де ыдысыңыз төңкерген кезде ақпау керек. Яғни біздің меренгіміз дайын деген сөз. Енді пештен дайын болған пирогымызды аламыз. Өз қалауыңыз бойынша бетіне меренгімізді орналастырамыз. Түрлі жаңағы насаткалармен де әсемдеп орналастыруға болады. 5-10 минутқа пешке салып аласыздар. Міне біздің пирогымыз дайын. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Тағы да түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Дария.